Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Наурыз мейрамына орай біз анам екеуміз наурыз көжені жасамақпыз. Әр өңірдің наурыз көжесі әр түрлі. Сіздер біздің нұсқадағы көжені қабыл алыңыздар. Аяғына дейін бізбен бірге болыңыздар. Ал енді біздің мына қазақтың әз наурызымыз келіп қалды. Наурыз құтты болсын. Наурыз келгенде әдетте қазақтар наурыз көже жасаймыз. Наурыз көженің өзінің маңызы өте зор екен, білесіздер. Наурыз көже молшылық болсын, биыл міне жаңа жыл келгенде бәрі мол болсын деп қазақ халқымыз ақ ниетпен тілеп, ырымдап осы наурыз көжені жасайды. Наурыз көже бір ай бойы жасауға болады. Соны енді наурыз келгенде бір айлықтап, бір күнде жасауға болады, бірақ өзіңіз білесіз. Ниетіңізді салсаңыз, әр кезде жасап, осы наурыз біткенше де жасауға болады. Ал енді наурыз көженің жаңа құрамындағын айтайын. Жаңа қыстан қалған, соғымнан қалған мынау сүйектер дәмді төсеті ғой деймін. Әдемі, бұдан жақсы бульон шығады, қабырға. Не бар енді жаңа қыстан қалған еттерден салып, мен өзім жаңа сойылған сиырдың етін төсін қосам. Ана сорпасы дәмді болсын деп үнемі сөйтіп алып келіп, магазиннен қосам. Қыстан қалған соғымның қазысы мінекей. Соның бәрін салып, қазанға қайнатамыз 2 сағат. Ал одан басқа тұзын көріп, суын құйып, етті қайнатамыз. Өздеріңіз білесіздер, ет 2-2,5 сағат қайнайды. Сол кезде мына арпаларды жуып, мына арпалардың бәрін, түрлерін бәрін тазалап, жуып, мен басқа кастрюльге қайнатып қоям. Бұқтырып. Мына еттің сорпасы 2,5 сағатта дайын болған кезде соларды саламын, дайынын. Мына пиязды саламын, сәбізді салам, сәбіз ертерек салам кішкене. Соны ең соңында мына кеспені салам. Сонымен наурыз көжеміз дайын болады. Наурыз көже піскеннен кейін жанандарға құйып, содан кейін жаңағы айран, болмаса қатық. Одан қалса біздің қазақтың өзінің қысқа дайындайтын сүзбелері болады ғой. Сол сүзбені қосса керемет дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Халқымыз бай болсын, аман болсын, аманшылық болсын, бейбітшілік болсын деп тілеймін. Бисмилла деп мына төсектердің астына саламыз. Қатет емес енді мына сүйектерді. Мынанда астына қарай жібереміз. Сүйектеріміздің бәрін астына жібереміз. Дәмді болу үшін былай қазымызды саламыз. Теперь су толтырайық кішкене. Бір тәрелке аздық ететін наурыз көжеміз дайын болды. Жаңа жылдың бастауы наурыз мейрамы құт береке әкелсін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Осындай наурыз көжені ішсеңіздер, жыл бойы тоқшылық пен молшылықта боласыздар. Егер бейне рецепт ұнаса,
тіркеліп пікір жазып лайк басуды ұмытпаңыздар, сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Дастарханға құт береке әкелсін. Астарыңыз дәмді болсын ағайын.